Әлемдегі ең үздік сол қапталдағы қорғаушы кім? Әркімнің жауабы әртүрлі болары сөзсіз, бірақ Роберто Карлос үздіктердің қатарында екенімен бәрі келісетін шығар. Роберто кезінде Роналдоның өмірін құтқарып қалғанын бірі білсе, бірі білмейді. Оның өмірдегі жалғыз махаббаты Реал Мадрид, әйтпесе әртүрлі әйелден 11 баласы бар адам. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш, Роберто Карлостың тарихы. Кеттік. Шексіз бонустар, үлкен көлемдегі кэшбэк және өте ыңғайлы қосымша іздеп жүрсіз бе? Мұның бәрін әдеттегідей достарымыз тенесе кезеттен таба аласыздар. Сілтемесі комментарийде болады, ал мен бәстігу пайда көру құралы емес, тек көңіл көтеру амалы екенін еске саламын. Роналдо өліп барады. Көзі жасқа толған Роберто Карлос Париждегі қонақ үйдің дәлізін басына көтеріп, құрамадағы әріптестері жатқан бөлмелерді қағып жатты. Түн жарым. Франциядағы әлем чемпионатының финалына дейін 24 сағат бар. Онымен бір нөмірде орналасқан Роналдо еденде қалтырап жатыр. Бір сағат бұрын бәрі ойдағыдай еді. Күнтізбеде 1998 жылдың 11 шілдесі ертең өміріндегі ең маңызды оқиға. Роналдо әлем чемпионы атағын 4 жыл бұрын алып қойған. Ал Роберто үшін бұл алғашқы мүмкіндік. Олар танысқан күннен ақ жиын кезінде бір нөмірде жатуға сөз байласқан болатын. Солай болды да. Бразилия құрамасында, Реалда, тіпті Коринтианста да. Әрине, олар Баррикеллоға жақтасып отырған, бірақ ол 16-шы орын алып қалды. Сол сәтте Роналдо төсектен еденге құлап түсті де, қол аяғы дірілдей бастады. Досының әзілдеріне үйреніп қалған Роберто Карлос бұған мән берген жоқ, бірақ Роналдоның даусы қырылдап, екі көзі шарасынан шыққалы тұрғанын байқағанда көмекке жүгірген. Бірінші болып Эдмондо шықты, ол өз-өзіне ұқсаған жоқ, Роналдо өлім туралы айтып жатты дейді шабуылшы кейін есіне алып. Олардың өміріне жүгіріп кірдім, Роналдоның тілі шығып, қолы дірілдеп жатыр екен. Таза ауа жұтқысы келеді, бірақ жұта алмай жатты. Мен Роналдоны қатты ұстап тұрдым, ал Сезар Сампайо тілін тартты. Сол сәтте дәрігерлер де келіп жетті. Медициналық көмектен соң Роналдо біраз уақыт естен танып жатты, бірақ ең бастысы тірі. Оны ауруханаға алып барып, түнді сол жақта өткізген, финал туралы әңгімеде болған жоқ. Бірақ бразилиялықтардың бас бапкері Марио Загаллоны спорт министрлігі, кейін үкімет қинай бастады. Чемпиондық атақты қорғап қалуға жет. Ойнай алмайды деген не сөз? Ол біздің басты үмітіміз, негізгі құрамда болуы тиіс. Солай болды. Бірақ Роналдоның бойында күш қуат болған жоқ. Нәтижесінде Бразилия Францияға жол берді. Ал досының өмірін сақтап қалған Роберто Карлосқа әлем кубогын көтеру үшін тағы 4 жыл шыдау қажет болды. Ол қашанда арманмен өмір сүретін. Ата-анасы бразилиялық атақты әнші Роберто Карлостың концертінде танысқан, 1973 жылы 10 сәуірде дүниеге келген тұңғышының есімін соның құрметіне атапты, Роберто Карлос деп. Ол 12 жасында отбасылық бюджетті толықтыру үшін жіп фабрикасында тер төкті. Бразилияда кедейлікті жеңу мүмкін емес екенін білесіздер. Ал бос уақытында доп теуіп, көршісінің ақ-қара түсті теледидарынан футбол көретін. Бір қызығы, ол өзінің кумирі ретінде ойланбастан Марадонаны айтатын еді. Пеленің ойынын өз көзіммен көрген жоқпын. Бразилияда ол құдай, мен оның ойынын көрген емеспін. Ал футболды оққаннан бері көз алдында Марадонаның ойыны. Мен үшін ол нөмірі 1. Онымен және Ди Стефаномен бірге ойнағым келеді. Аргентиналықтар болса қайтейін енді, дейтін еді ол. 14 жасында әкесі ойнаған Жувентусте өнер көрсетті. Мұнда ол орталық жартылай қорғаныс пен шабуылдың сол қапталында ойнады. Бірақ оған кеңістік жетіспейтін. 20 метрге емес, 80 метрге жүгіргім келеді дейтін еді. Бақытына орай келесі командасы Фламингенионың бас бапкері Жоан Карлос Кампос оны қорғаныстың сол қапталына қойды. Фламингениондан кейін ол Унион Сан-Жуан мектебіне барды. 1993 жылы елінің олимпиадалық құрамасына енген, оны Палмейрас алып кетті ақыры. Жаттығулардың бірінде ол әуедегі допқа бойшаң шабуылшыдан биік секірген. Анау шабуылшы таңғалып тұрып қалады. Карлостан 20 сантиметр ұзын. Сөйтіп екеуі дос болып кетеді. Сол шабуылшы Ривалдо еді. Бірінші жылында Палмейраспен бірге чемпионаттың алтын жүлдесін жеңіп алды. Бұл команданың соңғы 20 жылдағы алғашқы жеңісі болатын. Келесі маусымда сол жетістікті қайталай алды. 90-шы жылдардың ортасында да еуропалық клубтар қазіргідегідей Бразилияны жіті назарда ұстайтын. Палмейрастың қорғаушысы да назардан тыс қалмады. Сөйтіп ол миландық Интердің жейдесін киді. Италияда алғашқы турда ол миландықтарға жеңіс сыйлады. Артынша қиындықтар туындай бастады. Рой Ходжсон оны сол қапталдағы қорғанысқа емес, шабуылға қойғысы келді.
бір жылды солай өткізді де. Бірақ Карлос қорғаныстың сол қанатына қайта оралғысы келетінін айтқан, бірақ Ходжсонның жоспары басқаша еді. Нәтижесінде Роберто Карлос мадридтік Реалға ауысып кетті. Мадрид жас қорғаушы үшін аз ғана ақша берді, 600 миллион песет. Бұл шамамен 3 миллион 600 мың еуро. Сол жазда Мадридте жаңа команда құрылып жатқан болатын. Корольдік клубқа бразилиялық қорғаушыдан бөлек Давор Шукер, Предрак Миятович, Кларенс Зеедорф ауысқан еді. Рауль да тынысын кең аша бастаған кезең еді. Ал бұл команданың тізгінін Висенте Дель Боске ұстады. 1998 жылы испаниялықтар соңғы 32 жылда алғаш рет Чемпиондар лигасын жеңіп алды. 2000 жылы да сол жетістік. 2002-де де қайталады. Осы жеңістердің бәрінде де бразилиялық қорғаушы оқтай ұшып жүрді. Әсіресе 2001-2002 жылғы Чемпиондар лигасының финалы есте. Роберто Карлос былай дейді: Байерге қарсы ойын болатын. Солари допты маған қалдырды. Мен біздің ойыншымыз айып алаңында тұрғанын байқап қалдым. Бірақ нақты кім екенін білмедім. Допты сол жаққа асыруды жөн көрдім. Құдайға шүкір, Зизу екен. Сол сәтте Зидан Чемпиондар лигасының тарихындағы ең үздік голдардың бірін соққан болатын. Оның үстіне бұл гол жеңіс алып келді. Бразилиядағы дәстүр бойынша сол қанаттағы қорғаушылар 6-шы нөмірмен ойнайды. Роберто да басында тек 6-шы нөмірмен ойнап келген, бірақ Реалда 3-ші нөмірді таңдады. Бұл да сол дәстүрге байланысты. Испанияда бұл позиция 3-ші нөмірге тән екен. Сөйтіп ол Сантьяго Бернабеудің кумирі, ал басқа стадиондардың жауына айналды. Тіпті бірде 1999 жылғы Эль Классико кезінде Луис Энрике оны 2 рет маймыл деп мазақтаған. Дель Боскенің мынадай сөзі бар: егер Роберто Карлос алаңда болса, біз бір ойыншыға артық ойнап жатырмыз деген сөз. Ол бірден 2 футболшының жұмысын атқарады. Карлоспен бірге Галактикас дәуірі басталды. Испаниядағы 11 жылының ішінде ол 514 матчы өткізіп, 67 гол соқты. 13 титулға қол жеткізді. 2 голының біреуі шедевр. Мадридтегі соңғы маусымында ол Капелломен бірге чемпионаттың алтын жүлдесін жеңіп алды. Уақытында кетіп, жастарға жол беру қажет. Мадридке бере алатынымды бердім деді де Реалдан кетіп қалды. Италия мен Англияның клубтары оған қызығушылық танытқан болатын. 2004 жылы Жозе Мауриньо Лондонға келген бойда оның телефонына тыным бермей хабарласты деген сыбыстар бар, бірақ Карлос Мадридтен соң Фенербахчеге ауысты. Түркиядағы 2 жылынан соң чемпионаттың күміс медалін алып, Роберто Коринтиансқа қайта оралды. Тағы да Роналдомен бір бөлмеде. Әзілдер, жастық шақты еске алу, бәрі тамаша. Бірақ бразилиялық жанкүйерлердің талаптары жоғары еді. Ал Карлостың жасы 37-де. Либертадорес кубогынан ұшып кеткен соң фанаттар оларға қоқан-лоқы көрсетіп хат жаза бастаған. Латын Америкасы футболға салғырт қарайтын жер емес. Сөйтіп Роналдо мәнсәбін тамамдады, ал Роберто Карлос футболды тастай алмай Ресейге кетіп қалды. Ресейдегі өмір қандай еді? Қалта толған ақша, қымбат көліктер, пәтерлер, трибунадан лақтырылған банандар. Анжиде ол 2 маусым өткізді. Біріншісінде өзі де ойнады, ал екіншісінде команда директоры қызметін атқарды. Кейін Түркияда жұмыс істеді, Үндістанда тер төгіп қайтты. Бірақ қайда барса да ол Реалға деген махаббатын жоғалтқан жоқ. Роберто Карлостың жалғыз махаббаты Реал ғана, әйелдер емес. Ол былай дейтін: 7 әйелден 8 балам бар. Мексикалықтар, бразилиялықтар, венгриялықтар. Білесіздер ме, әйелдер машина не сағат сияқты. Біреумен ұзақ жүрсең жалықтырып жібереді. Қазір Робертоның 7 әйелден 11 баласы бар. Жаңа жылдың алдында Роберто Карлос өзінің барлық баласын жинап, бір үстел басына басын қосады екен. Роберто Карлос ақыры бапкер болған жоқ. Қазір әлемнің түкпір-түкпірінде футболдан болатын іс-шараларға қатысады, қайырымдылық матчтарын өткізеді және дәл қазір футболдың айналасында жүр, бірақ ақыры бапкер болған жоқ. Бүгінге осы Роберто Карлостың қызыққа толы өмір баяны осындай. Пікірге Роберто Карлос туралы қызық деректер немесе сіз көрген ең әдемі голы қандай, жазыңыз міндетті түрде. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Аман сау болайық ағайын.